Ассалаумағалейкум бәріңізге. Плановый, бұл бойға плановый болған жоқ. Негізі Хабиб Болатчов дейтін 66 келеді. Бәріне өз тастаған болатын. Өзі айтқан ешкім қабылдамай жатыр, 66-ның айза деп. Мен қабылдадым осыдан 3 ай бұрын. Но бірақ өзі келген жоқ. Не себеп екенін маған да түсіндірген жоқ. Мен негізі сол кісіге дайындалдым. Еркін күш командасында Айбек Шоқбұт ағайдың вниманиесінде болдым. Және де бұл соперник енді мықты екен, жас жігіт, Өзбекстанның 2-0 салмағы ауырлау болды. Негізі мен 66-ға қойған болатын. Ол кісінікі енді көптеу болды. Альхамдулилла жеңіске жеттік бүгін. Так енді үшінші жеңіс найзада бір вызовтар бірдеңке болады ма? Енді бұл номерді рейтингті первый номерімде жүрген және пояс сұрап жүрген бауырым айтқым келеді, Еламан Чертаевқа. Қабылдайтын уақыт келген шығар, бауырым. Давай кімнің 66-та первый номер екенін анықтайық. Және де нағыласын Вандерлей, басқаны шақырып, оларға кеткен шығынды лучше бізге төлесін, айза. Давай кеттік, сентябрь или октябрь, без разницы. Анықтайық номера дейінді. Рахметімді айтам Еркін күш командасына және Айбек ағайымызға. Және де Медет Қожахметов өзіміздің ағамыз, Мерген Файт клубының директоры. Осы кезге дейін 0-ден бастап, осы профессиональный. Содан 6-ға 0 дегенге дейін көмектесіп келе жатыр, әлі де көмектеседі деген ойдамын. Мықты ағаларымыз көп болсын сондай.